Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында кереметтей осындай турецкий сусын дайындайтын боламыз, яғни лимонад. Сондықтан менімен бірге болып сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан енді, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажет бір апельсин, бір лимон, мята, қант. Мята енді қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Бірақ мятаның дәмі ерекше дәм береді, сондықтан мен қосамын. Ең алдымен жаңағы апельсин мен лимонды жақсылап сыртын жуып, осылай турап аласыздар. Дәнектерін алып тастауға тырысыңыздар. Егер дәндері көп болмаса, онда жүре берсін, себебі біз бұның бәрін блендерден өткізетін боламыз. Енді лимонымды да осылай турап аламын, жұқалап, өздеріңіз көріп отырсыздар міне. Бәрін турап біткеннен кейін бір ыдысқа саламыз да блендердің көмегімен езетін боламыз. Астына апельсин, мята және де лимонды саламыз да үстіне шекерімізді салып, жақсылап тұрып блендермен езетін боламыз. Керемет болып езіледі, сондықтан мен істегендей істесеңіздер болды, тек қана. Міне блендермен енді езетін боламыз. Басында кішкене езілмейтін сияқты болуы мүмкін, бірақ шетінен жаймен өстіп езсеңіздер, бәрі бір ыңғайлы болып езіледі. Мен бәрін езіп болдым. Қараңыздаршы, міне осылай болу керек. Міне. Енді осының үстіне кәдімгі таза суды құятын боламыз. Мен қанша құятынымды құрамына жазып кетемін. Осы рецептпен 5 литр лимонад шығады. Енді осыны жақсылап араластырамыз да, өздеріңіз көріп тұрғандай сүзгіден өткізетін боламыз. Міндетті түрде сүзгіден өткізіңіздер. Себебі біздің керек емес жаңағы заттардың бәрі осы сүзгіде қалады. Сүзгіні шетінен тазалап отырып өткізесіздер. Мына бетінде қап-қара болып жүргендер ол мята ғой, сондықтан ол ештеңке етпейді. Енді осыған 2 литрдай газдалған таза суды құямыз. Газы болу керек та, кішкене сонда дәмі ерекше болып шығады. Егер мята қоспасаңыздар, беті тап-таза болады. Осымен біздің лимонадымыз дайын болды. Қараңыздаршы, салқындатып ішіңіздер, шөлді қандырады. Магазиннің ана тәтті суын аламыз, оған ешқандай шөліміз қанбайды. Ал мына лимонад ерекше болып шығады. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар, ас болсын.